Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының ұрпағы, неменесі Айдос Алматыда тұрады. Асылдың сынығы, алтынның ұнтағы емес пе? Болмысынан тектілік, зиялылық, ақсүйектік аңқып тұр. Көзінің оты бар. Ұлы бабасына келбеті де келетіндей. Бойын жаман әдеттерден мүлде аулақ ұстайтынын айтты дейді көз көргендер. Ақынның неменесі өзі де Абай атамның тұқымы екенімді көп адамға айтпаймын деуінің өзі Абай ұнатпайтын тәкаппарлықтан таза екенін аңғартқандай. Айдос Абай Құнанбайұлының тікелей ұрпағы, тегі Ақылбаев. Абайдың шежіре бойынша неменесі 1967 жылы Алматы қаласында дүниеге келіпті. Украинаның әйгілі Кривой Рог қаласындағы авиациялық училищесінде оқыған. Жалғыз қызы Александра осы күндері Саратов қаласында тұрады. Шежіре бойынша Абай, Ақылбай, Әлімқұл, Бахфур, Эрнест, Айдос. Яғни Айдос ағамыз Абай атамыздың неменесі екенін тағы да тілге тиек еткім келеді. Абай атамның тұқымы екенімді көп адамға айтпаймын. 2020 жылы бабамның 175 жылдығында Семейге бардым. Абай балаларымен деген ескерткіштің ашылуы болды. Ақылбай атам мен Тұрағұл атамды екі қапталына алған бабамның ескерткіші керемет шығыпты. Осыны арнайы тапсырып жасатқаны үшін ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа ақынның ұрпақтары атынан ерекше ризашылығымды білдіремін, дейді ақынның немересі Ағынан Жарылып. Айдос ағамыз өзімен немерелес Данияр деген бауыры барын айтыпты, бірақ біраздан бері қатынаспапты. Ұлы Абайдың қазірге еркек атаулыдан қалған ұрпағы осы екеуі ғана екен ағайын.